Сәлем баршаңызға, менің атым Алмас Алтай. Президент Тоқаев Токиода жүр. Ақорданың баспасөз хатшысы Руслан Желдібай айтқан мәліметке сүйенсек, Жапония сапары кезінде құны 3,7 миллиард долларды құрайтын келісімдерге қол қойылмақ. Президент Тоқаевтың 2025 жылғы сапарлар кезінде жалпы құны қанша қаражат құрайтын келісімдерге қол жеткенін біз келесі аптада айтамыз. Тоқаевтың елден елді аралап, тектіден текті саралап, қазақ үшін, ел үшін сәтті келісім іздеп жүрген осы қайраткерлігі де жақпайтын, тырнақ астынан кіріздеп отыратын адамдар бар. Қойсай. Қоя алмаймын. Далаға басымды қоя алмаймын. Мәселен, Серікжан Біляш, Дина Елгезек сияқты адамдар. Дина деген апамыз мені ерекше жау тұтады. Қареннің құйыршығы деп тілдейді. Артында армиясын маған айдап салады. Жарайды, деген адам дей берсін, мен мән бермеймін. Бірақ кейде артық кетеді. Артық сөздің жауабын бұл дүниеде берілмесе, о дүниеде берір. Құдай деген әділетті ғой жалпы. Дина апамыз кейде көбіне эмоция ғана. Халықтың құлағына жағатын, көкейіне қонатын әңгімелерді бұрқырата береді. Өткенде жазды. Тоқаев мейірім деген медаль ойлап тапты. Ол кімге керек? Ұлтын ол жек көреді. Ол көршінің жағдайын жасайды деп біраз көкіген. Президент ол апыма жауап бермейді әрине. Жазған оқымаған да шығар. Тіпті Динаның өмірде бар екен де білмеуі мүмкін. Жаңағы нені киіп алып өстіп, одан бері жаңағы осылай дамитынын, одан Мен күздің басында Дина апамның Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Тоқаев болмайды, басқа адам келді деген постын көріп, тақырыпты зерттемей, әнтек әңгімені қойып қалатын адам екенін жазып едім. Бүгін тағы жазам. Тоқаев туралы айтқан әңгімесінде де артық эмоция өте көп, нақты факт мүлде жоқ. Мысалы, Тоқаев шын өмірден алыс дегенге кім сенеді? Қоғамдағы шетін жағдайларға пікір білдіріп, органдарға тапсырма беріп, жеңімпаз жаздарға жеделхат жолдап, тіпті қоңырау шалып отыратын адам өмірден қалай алыс болады? Я гангстер, я легенда. Рас, президенттің жұмысы қит еткенге араласу емес, бірақ ел назарын аударған оқиғаға Тоқаевтың өу демеген кезі жоқ. Жастар шетелге кетіп жатыр, балалар телефонға телміріп отыр депті Дина. Жастар көшет. Жастар Германиядан да, Швециядан да, Португалиядан да көшет. Күні кеше Финляндиядан Якко деген жас жігіт Алматыға Қайрат футбол клубына жұмысқа келді. Сонда финдер де жылап жатыр ма? Жастар Қазақстанға көшіп жатыр деп. О, курва! Қазақстаннан шығып шетелді бағындырам деген жастарға біз неге кедергі болуымыз керек? Мемлекет бастамаларды тұншықтырады дегенге де келіспеймін. Мемлекет ешқандай да зұлым орган емес. Жергілікті бюрократтардың білместігін, жұмысқа салғырттығы мен қырсыздығын тұтас мемлекетке жауап тастаудың ешқандай қажеті жоқ. Мемлекеттен тендер алған, мәдениет басқармаларынан бір көзден миллиондап қаражат алған акиматтар мен өте жақсы адамдар айтатын сөз емес бұл жалпы. Халық бәрін біледі, бәрі сайттарда сайрап тұр. Оны көзі ашық халық оқып отыр. Сосын Қазақстан деген Фейсбуктан әлде қайда кең. Парақшаң пессимизмге толы болса, өзіңнен сондай энергия тарайтынын ұмытпау керек. Шуақты күн ғана таратады. Жақсылық жақсы адамнан ғана шығады. Қазақстандағы ең маңызды оқиғаларды бірге талқылаймыз. Парақшаға тіркел, пікір жаз, лайк бас. Достарыңа тарат.